Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз. Отыра қойыңдар. Балалар, біз бүгін қазақ тілі сабағынан жол ережесін сақтаймыз деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгін біз неге қол жеткізуіміз керек, қандай мақсатқа қол жеткізуіміз керек дегенде, мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану болып табылады. Енді сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз ортаға шығып, көңіл күйімізді көтеріп алайық. Мына жерде жол белгілері тұр, келе жатқан жолды алып, ортаға шеңбер отыра аламыз. Енді сабаққа бір музей тілегімізді айтайық ал. Аmin бастайын, иә? Ерғанат, сен мына жаяу жүргіншілер сияқты білім алуыңды тоқтатпа. Жалғас, сенің мағынасында оңай жасын шығарып Жалғас, асын тәтті болсын. Ағылат, бағаның жолың ашық болсын. Нұрслан, ауырмай тек қана 5 алып жүреді. Ералы, сенің білімің ешқашан тоқтамасын. Естай, сен ешқашан да андай қауым тоғаға бөтте жаттауға кірме. Сағыныш, сенің дауысы баспалдақ сияқты білімін көтеріле берсін. Мұғалім, сіздің әрдайым шықпасын. Иә, рахмет Сағыныш. Ерғанат жүрген, жаяу жүргіншілер сияқты Ерғанат жолың ашық болсын. Білімді азаматтың қатарына қабылуы тілектеспін. Жақсы, рахмет балалар, енді жақсы отыра қойыңдар. Қолдарын алсаңдар, отыра қойыңдар. Енді келе қойыңдар, бірден мына жерде бізде ескерту белгілері және тыйым салу белгісі бар. Оны өттік қой. Соған байланысты топқа бөлініп жіберейік. Келе қойыңдар. Отыра береді. Ескерту белгісін алғандарына, тыйым салу белгісін алғандар артық байқап. Артық бағдарға отырамыз. Жақсы. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мынандай әртүрлі әріптер берілген, енді жол ережесін сақтаймыз деген сабаққа байланысты біз миымызға шабуыл жасап алайық. Мынандай әріптерден кім қандай сөз көріп тұр? Ал Ахмет, сен қандай сөз құрастырасың? Машине. Машине.